Сәлеметсіңдер ме балалар? 3-ші сынып әдебиеттік оқу пәні. 75-ші сабақ пулеметші батыр қыз тақырыбы. Балалар, бүгінгі сабақта батырдың портретін көркем сөзбен сомдайтын боламыз. Бірінші тапсырма түсініп оқы және дәптеріңе жазып ал. Мәншүк Мәметова пулеметші батыр қыз. Ол Ұлы Отан соғысына қатысқан. Екінші тапсырма белгілі ақын Сәду Машақовтың Мәншүк туралы өлеңін түсініп дұрыс оқы. Шапшаң және мәнелеп оқуға жаттық. Мәншүк: сілкінтіп зеңбіректер жердің жүзін, оқ борап снарядтар қаққанда зың. Қаптаған қалың жаудан тайсалмаған, мен көрдім пилоткалы қазақ қызын. Қолында пулеметі Максим оның, бойында күш жігері тасқын оның. Ерлермен тізе қосып шабуылда, оғымен қырғын майдан ашты жолын. Көзінен ұшқын өттей лапылдаған, жауына қаһар тігіп қатуланған, отан үшін шайқасқан ауыр күнде, төнсе де өлім қаупі жасымаған. Өлеңнің авторы Сәду Машақов. Сөздікпен жұмыс: қаһар дегеніміз ашу, ыза. Қатуланған дегеніміз ашуланған, кектенген деген мағынаны береді. Жасымаған деген көңілі босамаған, әлсіздік көрсетпеген деген мағынаны білдіреді. Қауіп дегеніміз қорқыныш, қатер. Үшінші тапсырма: қызу ұрыстың жүріп жатқанын өлеңнің қай жолдарынан байқадың? Қызу ұрыстың жүріп жатқанын өлеңнің мына жолдарынан байқауға болады. Сілкінтіп зеңбіректер жердің жүзін, оқ борап снарядтар қаққанда ызың. Төртінші тапсырма: Мәншүктің пулеметші екенін неден аңғардың? Мәншүктің пулеметші екенін өлеңнің мына жолдарынан аңғаруға болады. Қолында пулеметі Максим оның, бойында күш жігері тасқын оның деген жолдардан. Бесінші тапсырма: сөз сандықта белгіленген сөздерді оқы. Сөздерді өлеңнен тап. Сөз сандықта белгіленген сөздер бар. Өлең жолдары: көзінен ұшқын өрттей лапылдаған, жауына қаһар тігіп қатуланған, отан үшін шайқасқан ауыр күнде, төнсе де өлім қаупі жасымаған деген. Өлең шумағындағы қаһар, қатуланған, қаупі, жасымаған деген сөздер сөз сандықта белгіленген сөздер. Алтыншы тапсырма: ақын сөздерін пайдаланып Мәншүкті сипаттап жаз. Кейіпкер: Мәншүк. Сипаттама: өлім қаупінен жасымаған, жауына қарсы шыққан, көзінен ұшқын шашып тұрған, өзіне қауіп төнсе де ешқашан жасымаған, ерлермен тізе қосып шабуылға шыққан қазақтың қайратты қызы деп сипаттасақ болады, балалар. Жетінші тапсырма: өлеңді жаттап алыңдар. Мінекей балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сендерге барлық тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Балалар, келесі жаңа сабақты жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңдар. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.